Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мясной пирог жасаймыз. Ең алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы сарымайды салып, үгітетін боламыз, яғни крошка жасаймыз. Айранымызға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Жақсылап араластырып, дайын болған ұнның үстіне саламыз. Кейін жақсылап қолмен қамыр илейміз. Қолға ешқандай жабыспайды, артық ұн да қосудың қажет жоқ. Барлығын осылай бірігіп, пластилин сияқты эластичный қамыр шығады. Осыны пищевой пленкамен немесе пакетпен орап, холодильникке жарты сағатқа тындырып қоямыз. Ал енді салмасына келетін болсақ, картоп пиязымызды ашып, тазалап, майдалап, турап қосамыз. Ал енді қоспамызға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі сәл үлкендеу болса болады, өйткені астыңғы коржығы болады. Жақсылап жайып, дөңгелектеп, формаға салып, бортик жасап, дайындап қоямыз. Менде форманың диаметрі 26 см, жәнеден пищевой бумага. Бумага менде многоразовый. Және де қамырымызды алып, дәл видеодағыдай бортик жасап, ешқандай тесіп жермейміз. Қамыр бүтін болу керек. Жақсылап орналастырып шығамыз. Бортиктің сантиметрі 2-3 сантиметр болады. Ішіне салмамызды саламыз, жақсылап қасықпен тығыздаймыз. Кейінгі жаңағы алып қалған екінші тестамызды жайып, бетін жабатын боламыз. Пирогымыздың бетіне жауып, 2 қамырды бір-біріне біріктіріп, ашық жері қалмау керек, себебі фарштың суы шығып ағып кетуі мүмкін. Сіздерде осылай 2 қамырды біріктіргеннен кейін шет-шетін өріп, немесе осылай гүл қойып әсемдесеңіздер болады. Қамырдың кішкене пышақпен тіліп, ішіне ауа өту керек, себебі бетін жұмыртқаның сарысымен әдемілеп жағып, кунжут сеуіп, 170 градуста духовкада 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Ас болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.